Баршаңызға сәлем. Бүгін 3-ші сынып қазақ тілі 34-ші сабақ. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. 5-ші жаттығу: өлеңді суреттердің көмегімен оқу. Ұшақтан жылдам бұлттар. Таңертең күн ашық, тор еді нұр шашып. Аспанда бұлт та жоқ, ендеше күдік жоқ. Ойладым, дәл бүгін жаумайды жаңбырда. Шықтым мен үйімнен жейдешең күйіммен. Әурелі жолда құр, алғам жоқ қол шатыр. Кенеттен аспанды бұлт торлай бастады. Ұшақтан жылдам ба, шаңдатып көшені басталды нөсері. Жоқ мотор қанаты, бұл бұлттар қалайша тез жете алады. Келесі астындағы бізге берілген тапсырмаларды орындайық. Керекті сөздерді пайдаланып сұрақтарға жауап жаз. Күн қандай, аспан қандай, аспанды қандай бұлт торлайды. Керекті сөздер: ашық, бұлтсыз, бұлтты, қалың. Күн ашық, аспан бұлтсыз, аспанды қалың бұлт торлады. Туынды сын есімді сөз құрамына ажырат. Мұндағы туынды сын есім бұлтсыз, түбірі бұлт, зат есім сыз, жоқтық мағына беретін жұрнақ болып саналады. Келесі 6-ші жаттығу: мақалды қатесін түзеп жаз. Сулы жер бұлақсыз болмас, таулы жер құрақсыз болмас. Енді осы мақалды қатесін түзеп жазайық. Таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас. Сын есімдерді тап, олардың негізгі туынды екенін ажырат. Мұндағы сын есімдер таулы, бұлақсыз, сулы және құрақсыз. Тау, бұлақ, су, құрақ деген зат есімдерге лы, сіз деген сөз тудырушы жұрнақтар жалғанғандықтан туынды сын есімдер болып саналады. Келесі 7-ші жаттығу: берілген сын есімдерді келесі беттегі кестеге орналастыр. Әсерлі әңгіме, атақты кенші, тұнық су, ізгі ой, жаңа дәптер, сүтті сиыр, әдемі қыз, биік тау, шөпті жер, жүйрік ат деген бізге сөз тіркестер берілген. Осылардың қайсысы негізгі сын есім және қайсысы туынды сын есім екенін анықтап, мына кестеге толтырайық. Негізгі сын есімдер: тұнық, ізгі, жаңа, әдемі, биік, жүйрік. Ал туынды сын есімдер әсерлі, атақты, сүтті және шөпті. Сын есімнің қай сөзбен байланыс тұрғанын түсіндір. Сын есімдер мұнда зат есімдермен байланысып тұр. Келесі шығармашылық үзіліс. 8-ші жаттығу: ұйқасын тауып оқы. Тауда жүрген тарғылаң, ол қайратты қабылаң. Туынды сын есімді тап, жұбыңмен ойлан тап, ойынын ойнап көр. Ол үшін біреуің берілген сөздің атын айтпай, оның мағынасын түсіндіресің, яғни ол заттың сипаттап айтасың. Екінші, ол сөзді табасың. Керекті сөздер: су, жаңбыр, қар. Сипаттау үшін қай сөз табының сөздерін пайдаландың. Мұндағы туынды сын есім қайратты, қайрат түбірі т деген бізде жұрнақ. Ал енді ойлан тап ойыны: су деген сөзді жасырайық. Бұл тіршілік көзі, мөлдір, ішеміз, жауыннан кейін жиналады.
жаңбыр деген сөз жасырайық. Аспаннан түседі, бұлтпен келеді, кейде қатты жауады. Келесі қар деген сөз қыста жауады, ақ түсті, суық, ерігенде су болады. Ал мұнда сипаттау үшін қолданылған сөз табы сын есім, яғни мөлдір, суық, ақ, қатты және де етістік. Жауады, ішеміз, түседі және жиналады.